Жылда еккен егініңіз түйіні кішкентай болып, товарный виды онша емес болып, жаңағыдай дәмі де тәтті емес, дәмсіз болып шығып жатқан болса, сіздерге ПК-максты ұсынамыз. ПК-макс бұл негізінен құрамында тірі бактерия болып, ол сіздің мысалы осы күнге дейін жеріңізге берген тамақтарыңызды селитра болсын, аммофос болсын, осы уақытқа дейін шаштыңыз ғой, соны фосфор мен калий түрінде егініңізге жеткізіп беріп отырады. Ал фосфор бұл негізінен егініңіздің жаңағы өсіміне, бойына, жақсы өсуіне жұмыс жасаса, калий ол уже түйініңізге жұмыс жасайды және жаңағы егініңіздің, өніміңіздің дәмді болуына жұмыс жасайды. Онымен қатар бұның құрамында тірі бактерия деп қашаннан бері айтып жатырмыз. Бұл тірі бактерия жаңағы фосфор мен калийді жеткізіп бергеннен бөлек жеріңіздің тұздылығын азайтады. Яғни бұл жерде екі түрлі қызмет атқарып жатыр. Біріншіден тұздылық азайса, екіншіден егініңіз дәмді, түйіні үлкен болып шығатын болады. ПК-макстың айтқышын қандай дозада қалай қолдану керектігін білмесеңіз, біздің менеджерлерге хабарласып, білікті агроном мамандардан кеңес ала аласыз.